Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пакет нан дайындайтын боламыз. Дәл осындай қытырлап шығатын болады. Жасалу өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынады. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Пакет нан дайындау үшін бізге ұн, жылы су, ашытқы, тұз және қант қажет болады. Жылы суымызды ыдысымызға құйып, артынан тұзды, қантты салып жақсылап араластырамыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Артынан ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу керек. Көрсетілген мөлшерден артық ұн қоспаймыз. Видеодағыдай барлығын жақсылап илеп шығамыз. Егер қолға жабысып жататын болса, жабыспаған жағдайға жеткенге дейін илей береміз. Дәл осындай не қатты емес, не жұмсақ емес қамыр болып шығу қажет. Бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. 1-2 сағаттан кейін қамырымыз дәл осылай ашу қажет. Төрт пакет жасайын деп жатқандықтан қамырды 4-ке бөліп шығамыз. Немесе үлкенірек жасайтын болсаңыздар 2-ке бөлсеңіздер де болады. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Домалақтап болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырмен жұмыс жасай берсек болады. Дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Біріккен жерін қаттырақ бекітіп шығамыз, себебі піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Ортасына салмақ салмай, екі шетін жұқалап, домалақтап шығамыз. Тағы да қайталап өтем, ортасына салмақ салмай, екі шетіне салмақ салып, домалақтап шығамыз. Дайын болған багеттерді, қамырымызды осындай пергамент қағаздың үстіне қоямыз. Ортасына пергамент қағазын қойып, арасын бөліп қойсаңыздар болады, немесе олай жасамасаңыздар да болады. Бетін жауып, 30-40 минутқа қойып қоямыз. 30-40 минуттан кейін пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Және ең соңында бетіне бір шама ұнды сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.